Сахнада Елбол Қуанбек. Қабан жыраудың Қарынбай жыры. Тыңдасаңыз жақсы кептен, көп адам бізден бұрын өтіп кеткен. Дін мұсылман адамның падишасы Мұхаммед пайғамбармен 4 жарды өткен. Ерғали жаһан кезген дүлдүліммен жаһанға жаман атып білінбеген. Қисапсыз көп кәпірді қырып өткен, көзінде шыбын құрлы көрінбеген. Жаһан кезіп жүруден ерінбеген, я Мұхаммед бабамыз пірімдеген. Ерғали қақарланып ақыр сегер, дәрия тасып қара жер дірілдеген. Көп жардамдық сұраған Мұхаммедтен, жарандар ғибрат ал жақсы кептен. Өлмеймін деп дүниеде қалмаға, бұл Құдайдың сүйген құлы соларды өткен. Жарандар бұл сөзіме құлағың сал, аузымнан шыққан сөзім шекер мен бал. Өзім білген кітаптан оқып білдім, жарандар харам дейді зекетсіз мал. Иләһи құдіреті көп пәрвәрдігар, Құдайға жақсы пенде құлдық қылар. Сөзіме құлағың сал, алуандас, кей адам дәулетіне болады мас. Біреудің ұрылап алып малын жесең, қарныңнан таңда мақшар шығарар тас. Болмас оның малынан хайыр зекет бермей өткен, Құдайдың құдіретінен болған мағлұм. Бар екен бір пайғамбар Мұса деген, ол тақсыр сөз сөйлейді қыса менен. Қарынбайға зекетті бергізгін деп Мұсаға бір Алладан әмір келген. Мұсаға бір Алладан әмір келген, қарынның малы артық тәмам елден. Үйіне барып қонақ болайын деп бір күні Мұса тақсыр жетіп келген. Үйінде қонақ болып отыр денді, қарынға сансыз малды Құдай берді. Мал сойуға қимастан мысық сойып, қазанға бас пісіріп әкелденді. Алдына табақ пенен қоя берді, тақсырдың сол уақытта қақары келді. Мыш-мыш деп айтып еді Мұса кәлләм, табақта қет мысық боп тұра кепті. Мысық сойған күнәңді кешірейін, малыңнан енді зекет бергін депті. Мұны естіп қарын үйден шығып кетті, малым жоқ беретұғын саған депті. Малынан зекет бермесе бұл қарынды, қара жер шапшаң бұны тартқын депті. Мұса тақсыр қарынды тұтып тұрды, бересің бе зекет деп жауап сұрды. Енді зекет бермесең Қарынбайым, көрдің бе жұтқалы тұр қара жерді. Қарын айтты, еш нәрсе бер алмаймын, сөзіңе сенің айтқан ер алмаймын. Өлтірсең өлтірі бер, мал сұрама, мал бер деген сөзіңді еп алмаймын. Мұса тақсыр қарайды, мойын бұрып, сөз айтады қарынды ұстап тұрып. Өз обалың өзіңе барғын дейді, малымен кетті қарын жерге керіп. Жері бар осы күні қарын кірген, қарынға қадыр Аллах лағнет берген. Қарын көрген қысымын көрген жан жоқ, я Алла аман қылғын ондай жерден. Қарынның сыйған жері кеседей жер, барлығы риваяттан осылай дер. Сыйғызған кес аузындай жерге ғана осындай қысым менен пәрвәрдігер